Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте дәмді болып шығатын, әрі тез дайындалатын песочный тестодағы самсаны бірге дайындайық. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оның үстіне тоңазытқыштан шыққан сары майды осылай кесіп алсаңыздар болады, немесе үкіштің көмегімен үгітіп аласыздар. Және де осы май мен ұнды қолмен араластырамыз. Және де бізде осындай масса шығуы керек. Керекті заттардың барлығы описанияда жазылған, міндетті түрде оқып шығыңыздар. Және де бұл самса өте тез дайындалады, әрі қамыры да өте оңай болып шығады. Ал енді жеке ыдысымызға айран құйып аламыз. Айранымыз бөлме температурасында болуы керек. Оның үстіне тұз бен ас содасын қосып араластырамыз. Араластырғаннан кейін біздің айранымыз осылай көпіршіктей бастайды және де массасы сәл ұлғаяды. Осы массаны енді ұнымыз бен майымыздың үстіне салып, жұқалау, қолымызға жабыспайтындай әдемі қамыр илейміз. Қамырымызды ыдыстан алып, осылай үстелдің үстіне де салып, жақсылап илеп алсақ болады. Ал енді бетін жауып қоямыз. Сәл тұрады. Оған дейін оның салмасын дайындаймыз. Менде мұнда салмасы алдын ала дайындалып қойылған. Бұл жерде менде тартылған ет, картоп, пияз барлығы бар, және де дәміне қарай тұз бұрышын қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салмасын дайындай берсеңіздер болады. Тіпті тауық етінен жасасаңыздар болады, немесе асқабақ қосып та жасай берсеңіздер болады, өз қалауларыңыз бойынша. Ал енді қамырымызды алып, оны екі бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін оқтаудың көмегімен жұқалап тұрып жайып аламыз. Жайған кезде ортасына сәл ұн сепсеңіздер болады, бірақ көп сеуіп қоймаңыздар, себебі қамырымыз бұлай қатты жабыспайды. Осылай жақсылап жұқалап тұрып жайып аламыз. Ал енді жұқалап жайғаннан кейін дәл видеодағыдай әдемі ирек етіп жасаймыз. Осылай қолдың көмегімен толқын тәріздес етіп жасасаңыздар болады. Осылай әдемі болып шығады. Және де үстіне біз салмамызды саламыз. Салмамызды осылай қолмен домалатып етіп саламыз. Ара қашықтығын сәл алшақтау етіңіздер. Міне осылай әдемілетіп тұрып салыңыздар. Ал енді бетін видеодағыдай етіп жабамыз, және де қамырлардың ортасынан, яғни салмасы салынған жерлерінен осылай бүгіп аламыз. Ал енді осылай пышақтың көмегімен әр салмасы салынған жерін кесіп аламыз. Және де осылай сәл жабыстырып алсаңыздар болады.
Ал енді пешіміздің табасына пергамент қағазын төсеп, оның үстіне біз әдемі самсаларымызды саламыз. Және де бетіне сары уызымызды жағамыз. Әдемілігі үшін кунжут сепсеңіздер болады, немесе макты да сепсеңіздер болады. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Етіміз және де қамырымыз толықтай піскенше. Осымен біздің самсаларымыз пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түрі өте әдемі болып шыққан. Үстелдің сәнін келтіретін нағыз әдемі тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше. Баршаларыңызға рахмет.